Жабысқақ шырыш буға айналып кетті ме? Тонаушы бекер шығындалған тәрізді. Оны қуып жіберек. Алға! Жоқ. Ол оңайлықпен шегінбейді. Демек саған көмек қажет. Тек есінде болсын, шайқасушы мен. Оны ұмытқан жоқпын. Алақай! Керемет. Кімді болса да аямаймыз. Мойындайым, тағда бұйрықты бұздым. Жоқ, мүлде олай емес. Мен саған бұйрық берген жоқпын. Бұл сенің шайқасың. Сен мен тоқтатқан жоқсың ба? Содан? Сен тоқтайтын бедің? Тоқтамас едім. Ендеше, мұны сөз қылудың керек не? Бірақ өліп кетуі мүмкін еді ғой. Бірақ өлген жоқсың. Бұл сенің жеңсің. Сенің ғана жеңсің. Сен біздің қаһарманымызсың. Көмектескеніңе рахмет. Соңғы сызық. Мұндай ұлы шығарманы жасау біздің ғана қолымыздан келеді. Біз оны тонаушыны жеңген қаһарман туралы баллада деп атаймыз. Тәнті болып тұрмын. Баллада деген ән, оны айтады. Жоқ, оған қарайды. Қарайды. Балладаға қарайды. Біз баллада жасадық. Сөз бітті. Оны тыңдағылар келсе, қарасын. Мен тәнтімін. Мынандай сұрағым бар. Астрид, бұл көрініс менің келбетті әрі батыл екенімді көрсетіп тұрма? Сен де айтады екенсің. Бұлар несі? Қасымды, көзімді, құлағымды дұрыс жасамаған. Ернім мүлде ондай емес. Егімде дұрыс тұрған жоқ. Егімді қисық жасап қойыпты.